Сіз Португал футболшысы Криштиану Роналду қанша гол соққанын білесіз. Корейлік BTS тобындағы жігіттердің 7 атасына дейін білесіз. Ал қазақтар күй арқылы тұтас тарихты жеткізгенін білесіз бе? Уайымдамаңыз. Мен бүгін сізге бұның бәрін айтып берем. Армысыз, құрметті көрермен. Біз бағдарламамызды бастаймыз. Баған айтқанымдай, әр күй бір тарихты баяндайды. Бүгін біз сонау 1847-1858 жылдар аралығындағы Есет Көтібарұлы жасаған көтерілісіне сапар шегеміз. 19 ғасырдың ортасында патшалық Ресей қазақ еліндегі кіші орта жүздерде өз билігін толық жүргізіп, әкімшілік басқаруындағы хандық жүйені толық жояды. Оның үстіне отаршыл Ресей патшалығы қазақтың шұрайлы жерлеріне қол сұғып, әскери қорғаныс бекіністер сала бастайды. Сарсаңға түскен халық шұрайлы жерінен айырылып, малының өрісі тарылады. Отаршыл Ресейдің әскерін ұстап, бекіністер салу үшін қазақ ауылдарының малдарын қорлап, айдап алып кете бастайды. Ол аз болғандай, патша әкімшілігі жергілікті қазақтарға салықты белшесінен салып, бас көтертпей қояды. Орынбор әкімшілігінің жинайтын түтін салығы сол кезде ойланып көріңіздерші, алдымен 17 мың сом болса, 10 жылдан кейін оның шені 200 мың сомға жеткен екен. Архивтегі мәліметтерге қарағанда 1847 жылы 3500 түйе жинаса, арада 4-5 жылдан кейін 1852 жылы оның саны 8285 түйеге жеткен екен. Оның үстіне әрбір 6 түйеге бір адамнан жинаған екен. Ол аз болғандай, патша үкіметін қолдап, олардан шен-шекпен киіп, алтыннан алқа тағып, қуат алған Арыстан Жантөрин, Баймағамбет Айшуақов, Мұхамбетқали Таукин сықылды даланың бай феодалдары патша әскеріне табан тіреп, қара халықты одан бетер тонай түсті. Онсыз да ауыр халде жүрген халықтың басар жері, барар тауы қалмайды. Ресей империясының отаршылдық саясатына шыдамаған қазақтар көтеріліске шығады. Бұл көтерілісті батыр Есет Көтібарұлы басқарады. Көтерілісшілер салық төлеуден және патша әскерлерінен түйе адам беруден бас тартады. Бұған өктем ашуланса опырыласынатын генерал Перовский тас-талқан болып, аға сұлтан Арыстан Жантөриннің қол астына орыс, казак, башқұрт отрядтарын беріп, көтерілісшілерді басуға бұйрық береді. Содан 1855 жылы маусымның аяғында Перовскийдің тапсырмасын орындау үшін аға сұлтан Арыстан Жантөрин өзіне бекітілген екі зеңбірегі бар 1500 адамдық отрядпен жорыққа аттанады. Отряд Елек өзенінің жоғарғы сағасындағы суық су шатқалына келіп бекінеді. Есет батыр бастаған көтерілісшілер аға сұлтан Арыстан Жантөриннің көшпелі ордасын қамауға алып, оның әскерін талқандап, өзін өлтіреді. Осыдан кейін Орынбор әкімшілігі көтерілісшілерді басуға тағы да 40 жазалаушы отряд жібереді. Олар қазақ ауылдарын аяусыз шауып, қызыл қырғынға ұшыратады. Қаншама қол жинап, күш көрсеткенімен Есет Көтібарұлы бастаған халық азаттық қозғалысы жеңіліске ұшырайды. Сол заманда оның басқаша да аяқталуы мүмкін де емес еді. Патша үкіметі ғылым мен соғыс тәжірибесінің соңғы жетістіктерімен қаруланған әскери күшін найза, қылыш, дойыр қамшымен жасақталған қазақтармен теңестіруге болмайтын еді. Ал Есет Көтібарұлының сенімді серіктері болған Ерназар мен Бекет батырларға байланысты уақиға Күйші Қазанғаптың санасында
өшпестей із қалдырды. Шабытына жігер берді. Бекет батыр халық арасында паң бекет, сал бекет, сал мойын бекет деп аталып кеткен. Ол жас кезінен алғыр, қайратты, әрі шешен, өте сымбатты жігіт болып өседі. 25 жасқа дейін өмірін сал серілікпен өткізген бекет, шөбере інісі Ерназармен бірге өсіп, батырлық жолдарын түрікмендермен шайқастан бастаған. Олар түрікмендің атақты Алла құлатты батырын байлап матап, әскерлер қосына алып келгенде бекет 15 жаста, ал Ерназар 17 жаста болған екен. Сол сәтте Қазанғап бекет батыр жырын құлағына құйып жатқа орындап жүреді. Қазанғап орындауында Ерназар бекет туралы жырды тыңдаған халық бас шайқап көзіне жас алатын. Елінің бейбіт күнінде салы сері, еркесі, ал сын сағаттарда жол бастар серкесі болған сал бекеттің тұлғасы оның азаматтық әрі күйші болып қалыптасуына үлкен әсер етті. Болмаса да ұқсап баққысы келді. Қолындағы бар қару домбыра болғандықтан Ерназар мен бекет батырлардың ерлігіне үн қосады. Сөйтіп дүниеге қос қыран күйі келеді. Арада уақыт өтіп, бас көтерудің ұшқыны әлсін сөне бастағанда, патшаның отаршыл әкімдері қазақты жікке бөліп, өзіне өзі айдап салу үшін суық қырғынын ұрымтал пайдаланады. Найза кескен құмында тығылып отырған бекет батырдың ауылын жазалаушы отряд басып алып, бекеттің әйелі мен 6 баласын тұтқынға алады. Бұл уақиғаны естіген бекет батыр шыдап тұра алмай, жанұясын құтқару үшін сенімді серіктерімен атқа қонады. Сонда бекет батырдың ағасы Ерназар келіп тоқтап айтады. Сонда бекет Ерназарға: бәрі де қатын бала, қара қазан қамышым бе, жіберсейші дейді. Сол сәтте Ерназар: ай бекет, сөзіме құлақ сал. Бір айдың жартысы жарық, жартысы қараңғы емес пе? Жарығында жүрдік, ерге лайық қайрат көрсеттік. Қолдан келер жерде тартынғаным жоқ. Енді міне, ай қорғалап, қолдан келмес іске тірелдік. Мұндайда ер серігі ақыл болар. Қаныпезер кәпірлер қапысын тауып, бала шағаңды кепілдікке алған екен. Енді күш көрсетсең, жан ұяңның обалына қаласын. Өкше басар ұрпағыңды шырылдатпа дейді. Артынан ағасы Есет батыр бір емес бірнеше мәрте келіп, барма деп ақыл кеңес айтады. Бірақ бекет батыр Ерназардың ұрпағыңды шырылдатпа деген ағалық ақылына ғана тоқтайды. Сол мезгілде бекет батырдың алтын мен шен шекпенге сатылған досы Шернияз келіп, сізге губернатор ағзам рақымшылық жасады, 300 тіллә ақша берді деген сөзіне еріп, жандағы серіктерін қалдырып, бойындағы қаруын тастап, Ерназармен бірге Орынборға барады. Патша отаршылдарының күткені де осы еді. Бекет пен Ерназардың қолына құрсау, мойнына шынжыр, аяғына кісен салып, Орынбордың абақтысына қамап тастайды. Ерназар мен бекет Орынбордың абақтысында 12 ай қамалып, ақырында 1857 жылы наурыз айында қасындағы серіктерімен бірге көк арбаның көтіне таңылып Сібірге айдалады. Айдалып бара жатқан бекеттің шешесі соңынан барғанда, бекет халқына сәлем айтып, былай деп толғайды: At seni tüm gülünge, mindim
tönünge ata sağ ağaç eken dep balta şappan kemenge hayratım avmas buldum kandan menen kas buldum yegedegisin bas olsa beket şan bilsin degenge kanыңda bermek degenin dizimin alıp jigenge шығып тау едім ауылдан бүтімді қылсын орысқа келсін да бекет дегенге енді де шығар сайғайда аңдамай түстім тереңге бұғайдау сәлем дегейсің ағамда есет беренге бекетің қайдау дегенге бекетің кеттау дегейсің ай көрмей тұғын тереңге хады қайдадау келет деп келмеспін деп қорқамын сапарда шегіп барамын Петербург менен Сібірге барсаң да сәлем дегейсің барсаң да сәлем дегейсің жан қошам кесек нарма шекті дегім бармайау жанымда болса жан қожау шаппаспа еді аярыма орыстың кескен жұқарқан қатты да батпай саныма кәлекті салдау қарыма мен ауылдан шыққалы ұшырадым құдайдың қайтпайтұғыны қарны жауда болсаң доспайла қатты да батпай саныма ауылдан бермен жүрерді орысқау елші боп келерді жалғыздау ағам есетері бекет жан сен барма деп екіде келді өзіме аспадым құлақ сөзіне орыстан қашып жүрген дау лайық көрмей өзіме жүреде бердім жөніме есетте берген көп ақыл орынборға келген соң қараңғау үйге кірген соң ау бір көріндің ау көзіме бұл жыр жолдарын жатқа білетін Қазанғап Ерназар мен Бекеттің ерлігіне үн қоса, Ерназар Бекеттің зары атты күйін шығарады. Кейіннен Ерназардың жан ұяңның обалына қаласын, өкше басар ұрпағымды шырылдатпа деп Бекетке айтқан ақыл кеңесінен соң, бала шағасын шырылдатпаймын деп өз еркімен қолға түскен Бекет батырдың ерлігіне арнап Қазанғап шырылдатпа атты күйін шығарады. Сосын Бекеттің бәрі де қатын бала, қара қазан қамышын емес пе, жіберсейші деген ызалы сөзін домбыраның қос ішегіне салып, жіберсейші деп күй тартады. Қолына құрсау, мойнына шынжыр, аяғына кісен салынып, қайтпас сапарға айдалып бара жатқан Ерназар мен Бекеттің жау жүрек азаматтық мінезін ұлы күйші қос қыран, Ерназар Бекеттің зары, шырылдатпа, жіберсейші, Бекеттің жыр күйі атты күйлермен бейнелеп кетті. Қилы заман оқиғасы күй шежіреге осылайша айналып отырды. Осымен бүгінгі хабарымыз да аяғына дейін келіп жетті. Келесі кездескенше сау болыңдар және өз тарихтарыңды біліп жүріңдер.